Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі, ерекше, көздің жауын алатын құрақ құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қажетті маталар мен өлшем бірліктер. Көлемі 10-10 болатын жасыл матамыздан 16 штук қажет болады. Және де көлемі 5-5 ақ матамыздан 32 штук қажет. Және де осы ақ матамыздың артынан барлығының осылай сызып қоямыз. Барлығын осылай сызамыз. Енді біздер құраққа қажетті маталарымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін біздер жасыл матамызды алып, біреуін алып, біреуін сіздерге көрсетейін. Түгін төмен қаратып, екі ақ матамызды аламыз. Және де бұның да түгін төмен қаратып, бір бұрышына біріншісін осылай орнатамыз. Және де екінші бұрышына, яғни қарама-қарсы бұрышына осылай орнатамыз да, сызық арқылы тігіп шығамыз. Барлығын осылай жасап аламыз. Мен барлығын дайындап алдым және тігіп жатырмын. Тігіп болғаннан кейін артық маталарын қайшымен немесе осындай қиятын заттың көмегімен, яғни қиып тастаймыз. Артық маталарының барлығын екі жағынан да қиып алып тастаймыз. Осылай. Енді осы дайын маталарымызды орналастыратын боламыз. Орналастыру реті өте оңай. Мұқият қарап отырыңыздар.
Мінекей біздер осылай орналастырып алдық. Енді осыны мінекей осылай полоска қылып біріктіріп, бір-біріне біріктірсе болады. Немесе төрттен біріктіріп тіксе болады. Мен жағдайымда төрттен біріктіріп тігетін боламын. Тігіп болғаннан кейін міндетті түрде тігістерін өтекпен бастырып өтектеп аламыз. Мінекей біздің құрағымыз дайын болды. Өте әдемі, ерекше құрақ шықты. Егер де менің осы құрағым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, қоңыраушадағы все батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Мінекей менің осы құрағымның дайын күйі екі жағынан да 32 болып шықты. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үлкейтіп, кішірейтіп, немесе басқа матадан құрасаңыздар да болады. Сау саламатта болыңыздар.